Сәлеметсіздер ме? 8-ші сабақ. Мақтаншақ көлшік. Хвастливая лужа. Сабақтың мақсаты негізгі туынды зат есім, сын есім, етістікті ажырату. Оқы, қайтала. Читай, повторяй. Буға айналады. Көлшік кеуіп қалады. Жаңа сөздер. Мақтанды, похвастался. Мақтаншақ, хвастун. Бу, пар, кеуіп қалады, высыхает. Мәтінді түсініп оқы. Читаем текст. Жазда жаңбыр жиі жауды. Летом часто шел дождь. Құдықтың айналасына көлшік пайда болды. Вокруг колодца образовалась лужа. Ол, мен көлмін, деп мақтанды. Он начал хвастаться. Я озеро. Күзде көлшіктің суы азаяды. Осенью вода в луже становится меньше. Оның суы буға айналады. Его вода превращается в пар. Ол шөлдейді. Он испытывает жажду. Мақтаншақ көлшік кеуіп қалады. Хвастливая лужа высыхает. Құдық қалады. Колодец остается. Сұрақтарға жауап бер. Ответь на вопросы. Жазда не жауды? Жазда жаңбыр жауды. Құдықтың айналасына не пайда болды? Құдықтың айналасына көлшік пайда болды. Көлшік неден пайда болды? Көлшік жаңбырдан пайда болды. Көлшік қандай? Көлшік мақтаншақ. Көлшіктің мақтаншақ екенін қалай білдің? Көлшіктің мақтаншақ екенін мен көлмін деп мақтанғанынан білдік. Күзде көлшіктің суына не болды? Күзде көлшіктің суы азайды, кеуіп қалды.